Сәлем достар, сіздерге бүгін бар жоғы 3-4 ингредиенттен тұратын, қолжетімді бағадағы, жеңіл әрі тез дайындалатын пирог түрін жасап көрсеткім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк басып қолдап отырсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға қоюландырылған сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып илектен өткіземіз. Одан кейін миксерлейміз. Ұнымызды 2-ге бөліп саламыз. Енді екінші бөлік ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. Миксерлеп болды, қоюлығы осындай болу керек. Енді оны қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді пирогымыздың бетіне шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін 50 грамм сливкемізді ысытып аламыз. Оған 50-60 граммдай шоколадымызды салып жақсылап араластырамыз. Пирогымыз пісті, жарты сағаттай суытып аламыз. Одан кейін жаңа дайын болған шоколадты ганашымызды бетіне құямыз. Енді тоңазытқышта 1,5-2 сағат ұстаймыз. Міне біздің жеңіл әрі тез дайындалатын, әрі қолжетімді пирогымыз дайын болды. Бұйыртса алда әлі талай видео күтіңіздер. Сіздермен болған ботагөз. Сау болыңыздар.